Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін-өз тану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ақ жарқындық және оптимизм. Бүгінгі сабақтың мақсаты оқушыларға кеңпейілділік, бауырмалдық сияқты адамгершілік құндылықтар туралы түсінік беру, олардың бойындағы мейірімділік, қамқорлық сезімдерін дамыту. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді дұрыс ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолдарыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмып, елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңызбен тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің көзін ашады. Нұр сәулесі сіздің ойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі. Енді нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз. Құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті. Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек сәулелі ой келеді. Нұр бірте-бірте күшейе бастайды. Сіздің денеңізден тарап жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, таныстарыңызға да бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлемге, барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түкпір-түкпіріне нұр бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: мен нұрлымын, нұр менің ішімде, мен нұрмын. Осындай нұр, махаббат және тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Енді осы нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде. Оны осындай әлемге қалыпта, осындай әсем қалыпта сақтаңыз. Жаймен көзіңізді ашуға болады. Балалар, оқулықтағы дәйек сөзге назар аударайық. Баубек Бұлқышевтың сөзі: адам өз өмірінің суреті. Осы дәйек сөздің мағынасын кім айтады? Қандай мағына беріп тұр? Жаңа ақпарат. Ақ жарқындық адамның жақсы қасиеті. Ақ жарқын адамның жүрегі жылы, жаны таза, сезімтал,
адамгершілік іс-әрекетімен айналасына нұрын шашады, қуат береді. Ақжарқындық бұл көңілдің кеңдігі, мінездің ашық жарқындығы. Ақжарқын адамның көңіл-күйі көтеріңкі болып, бәрінен жақсылықты көре біледі. Балалар, қазір біз сендермен дәптермен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырманы орындап, мінез түл құжатын толтырасыңдар. Толық кестенің ішіндегі сұрақтарға жауап жазасыңдар. Балалар, енді кітапта «Дос болайық бәріміз» деген ән бар. Сол әнді қазір бәріміз шырқаймыз. Балалар, үйге тапсырма. Жарты құрт деген мәтінді оқып, мазмұндап келесіңдер. Осымен өзін-өзі тану сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.